Армысыздар, алқалы жұртым, қаймана қазақ елім. Мен Жанар Досмахамбетқызы. Шымкент қаласы тіркелмеген Ала Қазақстан партиясының мүшесімін. Біз 20 қараша күні Тоқаевтың қарашаның 11-12-сінде Ресейге барып, Қазақстан мен Ресей одақтастығы декларациясына қол қойып келуіне байланысты Алға Қазақстан партиясының бастамашыл топ мүшесі болғандықтан партияның челленджін қолдап, Ресей мен Қазақстанның одақтастығына қарсылығымызды білдірген болатынбыз. Себебі Ресей соғыс ашушы агрессор ел екендігі белгілі. Өз басым тәуелсіздігін қорғап жатқан Украина мемлекетін қолдаймын. Тоқаевтың бұл декларацияға қол қоюы Қазақстанның тәуелсіздігіне төнген қауіп деп түсінемін. Желтоқсанның 11 күні осы бейне үндеуге қатысқан азаматтарға еңбекші аудандық полиция қызметкерлері келіп, әрқайсының үйінде хаттама толтырып, сотсыз хаттама негізінде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 489 бабы 10 бар тармағымен тіркелмеген Алға Қазақстан партиясының мүшесі болғанымыз үшін 98.300 теңге айыппұл салып отыр. Айыппұлды 24 желтоқсанға дейін төлеу керек деген түбіртек жібердім. Түбіртекті өз басым хаттамамен танысу кезінде көрген жоқпын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде ата заңның 19 бабының 1 тармағында көрсетілгендей, әркім өзінің қай ұлтқа, қай партияға, қай дінге жататынын өзі анықтауға және оны көрсетпеуге құқылы екенін білеміз. Және тіркелмеген Алға Қазақстан партиясы тіркелу үшін 26 рет Қазақстан Республикасы басқармасына құжат тапсырды. Тіркелмеу себептерін Әділет министрлігі дәлелді түрде ашық айтуға тиіс деп ойлаймын. Ата заң 1 бабының 1 тармағында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтар деп жазылған. Яғни Қазақстан зайырлы мемлекет. Және ата заңның 20 бабының 1 тармағында сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Бұл біздің ешқандай құқық бұзушылық әрекет жасамағанымызды білдіреді. Құрметті қазақстандықтар, қолдап қаржылай көмек беріңіздер. Бүгін сіздер бізге көмек бермесеңіздер, әділетсіздік одан әрмен жайылып, ертең сізді қорғайтын, көмек беретін адам табылмай қалады. Күш бірлікте. Алға Қазақстан!